Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 2024 жылы хит болған трендтегі дубайский шоколадтың жасалу жолын көрсететін боламын. Негізі бұл видео 2024 жылы тренд болған уақытта түсірілген, ал монтаждап YouTube каналға салу бүгінгі күнге бұйырған екен. Ал ендеше бастайық. 200 грамм фисташканы блендердің көмегімен езіп аламыз. Болмаса арнайы фисташковый паста қолдансаңыздар болады. Фисташка пайдаланғаннан көрі фисташковый пастаны мен сияқты фисташка алып блендерге өткізіп, үкіштен өткізіп осылай пайдалансаңыздар қалтаңызды қақпайтыны анық. Енді осындай катаефи тестасын алатын боламыз. Мен 150 грамм катаефи тестасын алып, осылай майдалап ұсақтап турап алдым. Қызып тұрған қазанымызға 30-50 грамм сары майды салып ертіп аламыз. Сары майымыз еріп болғаннан кейін туралған катаефи тестасын қазанымызға салып қыздырып қуыратын боламыз қатты отта. Катаефи тестасының бізге барынша қызыл реңкке түсіп күтірлеп тұрғаны керек. Мінекей достар, катаефи тестамыз қызыл реңкке боялып дайын болды. Енді 150 грамм шоколадты водяной баняның көмегімен болмаса микроволновкада ертіп алатын боламыз. Және бізге осындай шоколадтың қалыбы керек. Және краситель, пищевой краситель сәндік үшін. Негізі бұны достар қоспасаңыздар да болады. Міндетті емес. Ерген шоколадымызды шоколадтың қалпына құйып шығатын боламыз. Фисташковый пастаның үстіне катаефи тестасын қосып, араластырып аламыз. Мінекей достар, бір слой шоколадымызды құйып алдық. Оның үстіне фисташковый катаефиімізді біркелкі етіп, орналастырып салып шығамыз. Катаефи тестамызды барлық жерге толықтай жайып шығатын боламыз. Және дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа жарты сағатқа қатырып алатын боламыз. Оған дейін 150 грамм шоколадымызды ертіп, қатырылған шоколадқа үстіне соңғы слойымызды құйып шығатын боламыз. Біркелкі етіп, асықпай жан-жағына тигізіп, шоколадты жағып шығамыз. Шет-шетіне толық тию үшін, ауа қалып кетпеу үшін қорапты осылай шет-шетінен ұрғылап аламыз. Және де тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Толықтай қату үшін шоколадымыз.
Мінекей достар, шоколадымыз дайын болды. Осылай қалыптың шет-шетінен ұрғылап шоколадымызды алсақ болады. Қалыптан тез ажырайды. Шоколадымыз өте дәмді, тәтті, күтірлік болып шықты. Дубайдан келген шоколадтан асып түспесе кем түспейді. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Тіркеліп лайк, комментарий жазып кетіңіздер.